Елімізде алғашқы рет біз бүгін жәннат бақшаларына старт береміз. Мына жерлердің барлығында үй болады, ортасында мешіт болады. Яғни ол мешітті өткенде ғана өмірден өткен ұстазымыз Бауыржан Әлиұлы ұстазымыздың атына беріледі. Ассаламуалейкум мұсылман жандар. Біз бүгін жәннат бақшаларына старт береміз. Яғни дәл осы жерден 25 мұқтаж отбасыға үй саламыз. Ең кереметі осы үйлердің ортасынан мешіт тұрғызылатын болады. Ойлаңызшы, 25 отбасыда 6-7 баладан орта есеппен 150 жетім өз баспанасына кірмек. Бұл мекен жәннат бақшасы деп аталады. Мына жерлердің барлығында үй болады, ортасында мешіт болады. Бұйырса жамағатқа толы болады. Осы мешіт Бауыржан Әлиұлы ұстазымыздың атына беріледі. Бұйырса Құдай қаласа, сан сауап қалаларыңыз келетін болса, осындай жақсы бір істі әрмен қарай бірге жалғастырайық қалқындарым. Бұл жерде 25 жаңа үй салынады. Барлық мұқтаж жандарға және де ортасында мешітімен бірге болады. Ол өткенде ғана дүниеден өткен ұстазымыз Бауыржан Әлиұлы ұстазымыздың атына беріледі. Бұл жер жәннат бақшалары деп аталмақ. Осы жерге ат салысқан әрбір жанға жәннаттың бақшалары бұйырсын деген ниетте. Әлбетте, жәннаттың бақшалары бұйыратынына күмәніміз жоқ. Өйткені ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде кім жетімге қарасса, жәннатта менімен бірге былай тұрады деген. Яғни жәннатта маған жақын болады деген сөз. Теңізден тамшыдай сауаптан қалаларыңыз келетін болса, сіздер дүниеден өткеннен кейін де жаңбыр тәрізді тамшылары үздіксіз келіп тұратын сауап қалаларыңыз келетін болса, мұғжиза қорының осындай жасап жатқан игі ісіне атсалысуға шақырам. Әрбір мұсылман бауырларымызды, жақындарымызды, Құдай қаласа, бұл енді бақыт қой негізінде. Сіздердің әрбір салған садақаларыңызды Аллах субхана тағала қабыл етем деп уәде берді. Сондықтан да сіздер дүниеден өткеннен кейін де артыңыздан үздіксіз тамшылап тұратын сауапқа атсалысыңыздар деген келеді. Құрметті жақындар, бауырлар, жүректеріңізге кішкентай ғана осындай бір үлкен жақсылықты, осындай бір игі істің бастауына атсалсам деген жандарға Алла разы болсын дейміз. Тек қана баршаңызға бақыт тілеймін. Есіңізде ме, сіздермен бірлесіп 38 отбасыға, яғни 151 жетімге баспана сыйладық. Сіз тек елестетіп қараңызшы, мына мен отырған жер бір жетімнің үйі болмақ. Бұл Қазақстанда алғашқы рет ұйымдастырылып жатыр. Баршаңызды бірігуге шақырамыз. Сіз де үлес қоса аласыз, ақшалай, немесе құрылыс заттарменен, немесе темір, кірпіштерменен өзіңіздің уақытыңызды арнап, осы жерге асарға келсеңіз де болады. Жәннат бақшалары әр жексенбі асар ұйымдастырмақ. Кейде біз байқамаймыз, біріміз Парижге, Дубайға, тағы басқа елдерге қыдырып сұрап қылып жатамыз. Мүмкін сол ақшаға бір отбасыға үй алып беруге болар ма еді? Ертең Алла бәрін сұрайды. Қайда құрттық? Кімге? Неге? Елімізде күнін көре алмай жүрген отбасылар қаншама. Бір нанға зар, олардың әкелерінің орнына әкедей бола білейік. Өмір өтеді, кетеді. Достар, барлықтарыңызды жәннат бақшалары атты үлкен жобаға атсалысуға шақырам, жақсылыққа шақырам. Келіңіздер бірге болайық.